Адамның ісі қандай болса, өзі де сондай. Әкең саған үнемшілдік етсе, демек өзіне еш нәрсе қаламағаны, ал қатал бола бастаса, ақыл кеңесіне құлақ түрмегенің, ал саған қысым көрсетіп мәжбүрлесе, демек саған ең жақсыны қалағаны. Жамандық қайдан туар, тілден туар, әркімде ғапыл болса тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз сенің аузыңнан, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Күте білетін адамға бәрі де өз уақытында келеді. Егер менікі дұрыс болмаса, ешқашан кешірім сұрауға арланбаймын. Ағысқа қарсы жүзгенде ғана ең биік жетістікке жете аласыз. Ешкім күнәсіз емес, мен өзімді қалай дұрыс ұстау керектігін әлі де үйреніп жүрмін. Табысты болудың ең жақсы жолы істейтін нәрсеңе ғашық болу. Өмірде жетістікке жеткіңіз келсе, маубастықтан, жалқаулықтан, қорқақтықтан, ашушаңдықтан, жасқаншақтықтан және уақытыңды босқа өткізуден аулақ бол. Ештеңе шықпайды дейтін адамдарға ешқашан сенбе, олар нағыз бейшаралар. Кедейлік адамның жалқаулығы немесе енжарлығы ғана, басқа ештеңе емес. Егер сіз біреуді жамандағыңыз келсе, бұл сөздерді ешқашан дауыстап айтпаңыз, оларды су маңындағы құмға жазыңыз. Адам өзін аяй бастағанда, немесе сәтсіздіктеріне сылтау іздей бастағанда, ол бірте-бірте өле бастайды. Сөзі мен ісі нақты, қайда бара жатқанын білетін адамға әлемде әрқашан орын бар. Сіз туралы шындықты айтатын адамдардан кеңес алыңыз. Тіпті оның сөздері сізді ренжітсе де, құр мақтау адамның дамуына, жетістікке жетуіне кері ықпал етеді. Кім көп сөйлесе, сол аз істейді. Егер сіз тыңдағаннан гөрі сөйлегенді жақсы көрсеңіз, онда біріншіден сіз пайдалы нәрселерден қорғаласыз, ал екіншіден өз жоспарларыңызды айтып қоясыз. Адам санасы түсінетін және сене алатын нәрсенің бәріне қол жеткізе алады. Егер сіз ынтымақтастыққа сенбесеңіз, онда дөңгелегінен айырылған вагонға не болатынын ойлап көріңіз. Махаббаттан көңілің қалса, шашың мен бетіңді әрлеп, шабуылға көш. Егер сіз бұрын соңды қолыңыз жетпеген нәрсеге қол жеткізгіңіз келсе, онда бұрын істеп көрмеген нәрсені істеңіз. Өзіңді күту жүректен басталу керек, әйтпесе ешқандай косметика көмектесе алмайды. Тағдырдың себепсіз адамдарды қосуға себебі жоқ. Өте жақсы адам да кейде жаман адам бола алады. Ер адам әрқашан әйелінің өткен өміріне ерекше мән береді. Ескі күнәлардың ұзын көлеңкесі бар. Арам ойлы адам үшін ең бірінші орында жоғары бедел қажет. Ерлер батыл, әрі ер жүрек, бірақ оларды алдау әйелдерге қарағанда оңай әрі жеңіл. Ақылды адамдар ренжімейді, қорытынды шығарады. Ешқашан өзіңізден төмен адаммен дос болуға тырыспаңыз. Ақылдымен дос болыңыз, сонда олардан көп нәрсе үйренесіз. Айналаның бәрі сұлу,
бірақ оны байқау бәріне бірдей бұйырмаған. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдап, арнаға тіркеліп, пікір білдіруді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.